Ертегілер, ертегілер, неге мені ертпедіңдер, әлемдеріңнің ғажап күйі. Қаласу номер 2-ші орта мектебінің 2-ші А сынып оқушысы Айтжан Айдын және 1-ші А сынып оқушысы Айтжан Санжар. Күзгі демалыста көптеген ертегілер оқыдық. Солардың бірі Бауырсақ ертегісі. Ертеде ата мен әже болыпты. Атасылар бауырсақ пісіріп берші дейді. Әжелер үйде он жоқ дейді. Ата айтады, мен қарт бауырсақ жейін беріп тұр дейді. Әжелер кішкентай үйде он бар дейді. Онан пісіріп соусын деп телевизор алдына қояды да бірінші қоян шықты. Бауырсақ, мен сені жоқ қоямын дейді. Ал бауырсақ айтады, жоқ мен жемейсің ба, мен саған ән айтып білем дейді. Қасқыр шығады, қасқыр айтады, бауырсақ, мен сені жоқ қоямын дейді. Ал бауырсақ айтады, жоқ мен жемейсің ба, мен саған ән айтады да қаш дейді. Онда да аю шығады, аю айтады, бауырсақ, мен сені жоқ қоямын дейді. Ал бауырсақ айтады, жоқ мен жемейсің ба, мен саған ән айтып білем дейді. Ол қаш кетеді. Онда да түркі шығады, түркі айтады, бауырсақ, мен сені жоқ қоямын дейді. Ал бауырсақ айтады, өлең айтады да түркі айтады, мен қоям істемейді, кел жақындап айтшы дейді. Мұрнына келіп айтайын деп жатсаң, ол жоқ қояды.